Қошқар мен Теке 2009 жылы жарық көрген бұл мульт Қазақстанның ең әдемі әрі қызықты мультфильмдерінің біріне айналды. Бірінші бөлім ұмытылмас классика, екіншісі жаман емес жалғас, ал үшіншісі туралы айтпай қойын. Осы 3 бөлім туралы обзор видеолар менің каналымда бар. Егер көргілерің келіп кетсе, ссылка мына төбеде болады. Кейін 3-ші бөлім шықпай тұрып, Тоқты мен Серке деп аталатын 15 сериалы 3 стилінде жасалған керемет мульт шыққан болатын. Расында да керемет, 3-ті анимациясы расында да жаман емес екен. Кейіпкерлердің жүні, артқы локация және де осы мульттерде бәріне ұнайтын ол әрине шайқас. Шайқас расында да өте керемет жасалыпты. Кейіпкерлер болса сол баяғы 2 мал, 3 жыртқыш, бір үлкен жыртқыш және де бір үлкен мал. Енді әр серияда не болатын мен әрине білмеймін. Себебі көп көрмегенмін. Жарайды, мүлде көрмегенмін. Сондықтан егер көрген болсаңдар комментарийға жазып кетіңдер және каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Басқа да осы проектте болып жатқан жаңалықтарға келсек, ол толық метражды фильм. Ол жақында каналында шыққан. Басына көрініп тұр әйтеуір, бәрі пизде шайқас болатын. Тоқты мен Серкені біреулер ұрлайды. Тоқты бір итпен шайқасады, бірақ жеңіледі. Қасқырлар келіп дәл сол итпен төбелеседі. Ай келіп ол бұқамен шайқасады. Короче, трейлердің өзі толған төбелес екен. Сондықтан 5 шілдені күтейік. Сол кезде осы проект кинотеатрларда шыққанда көрерміз. Әйтеуір өте керемет шығады деген ойдамын. Ал осымен мен де аяқтаймын. Қысқа видео болып қалды, себебі басқа түк айтатын ештеңе болмады. Егер өздерің ойларың болса, әрине қосып кетулеріңе болады комментарийға. Ал осымен мен де аяқтаймын, достар. Мен болған мен Олжас Тоқовой, достар. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.